Қоралы қой ешкісін күйін күйттеп, жайбырақат жүрген қоңыршал заманына қарай амалын жасап, қапелімде тосын бір қылық ашты. Онысы кәдуәлгі шаштараз кәсіпшілігі. Оған қолы жүйрік. Әйтеуір көктемі бар, күзі бар, жылына 2 маусым ешкі лағын бақыртып, тақымға басып отырып жүнін өзі қырқып алып жүр ғой. Тегінде түксіз жан-жануар жоқ, түбі бір қылшықта тәйірі. Әлқиса әлгі қайра есік алдындағы сарайын күл қоқыстан тазартып, шаштараз деп Айдар тақты да іске кірісті. Әне, ол шашы үрпиген шөпжелке жүгірмекті орындыққа отырғызып қойып, ал кеп жүндеп жатыр. Ой тентегім, ой қошақаным деп мекіренеді ара-тұра, езуінде насыбайы. Ана байғұсты демде-ақ түтеленген торғайдай қылды. Сөйтіп, әп-сәтте ып-ыны албастыдай алабас баланың ақшасын алып, бәр айда деп желкелеп қуды да шықты. Ал ендігі кезек қай кебенектікі? Тойыз, қай клиенттікі? Келе ғой.